Абай Құнанбайұлы ұстаз, ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы. Философ, сазгер, аудармашы, саяси қайраткер, либералды көзқарасын исламға дініне таяна отырып, орыс және Еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келеді. Азан құрметтейтін діни отбасында өсіп тәрбие алады. Оның әкесі Құнанбай Қажы Тобықты руының өте ықпалды, орыс тілін жақсы білген биі болды. Ғұмырының аяқ кезінде Меккеге қажылыққа барып қайтты. Абайдың арғы атасы Ырғызбай да атақты би әрі батыр болған. Абайды сөз өнеріне ерте баулыған адам әжесі Зере, ол немересінде білімге деген сүйіспеншілік пен құштарлықты оята алды. Зере ауызша баяндаудың керемет шебері болған және ертегі мен әңгімені қызықты айта білген. Сондықтан Абай әжесін қатты жақсы көретін. Абай әуелі ауылдағы Ғабитхан молдадан сауатын ашады, 10 жасқа толған соң 3 жыл Семейдегі Ахмет Риза медресесінде оқиды. Бұл медреседе араб, парсы тілдерінде негізінен дін сабағы жүргізілетін еді. Медресенің 3-ші жылында Абай Семей қаласындағы Приходская школаға да қосымша түсіп, орысша сауатын аша бастайды. Бірақ бұл оқуын әрі жалғастыра алмай, небәрі 3 жылдан соң оның мұсылманша да, орысша да оқуы аяқталады. Құнанбай Абайдың өзге баладарынан ерекше зеректігін ерте сезіп, оны әрі қарай оқытпай қайтарып алып, ел ісіне араласуға баулиды. Сөйтіп 13 жастағы Абай әке ықпалы мен әкімшілік билік жұмыстарына араласады. Еңбекшілер тұрмысын жақсарту жолдарын, Абай қоғамның экономикалық негіздерін өзгертуден көрді. Қазақтардың өркениетті дамуын, егіншілікті, қолөнерді, сауданы өркендетумен тығыз байланыстарды. Жастарды ғылым мен білімді үйренуге шақырып, өзге халықтарды құрметтеуге, солармен қарым-қатынас орнатуға үндеді. Абай өлең жазуды 10 жасында бастаған. Абай өлеңдері түгел дерлік лирикадан құралады, поэма жанрына көп бой ұрмағаны байқалады. Абайдың шығармаларына әр түрлі өлеңдер, поэмалар мен аудармалар жатады. Оның ішінде 8 аяқ, желсіз түнде, жарық ай, Масқұт, Ескендір, Александр Пушкиннің Евгений Онегин шығармасынан Татьянаның хатын және Ленскийдің сөзін, Михаил Лермонтовтың ой. Ұлы ақын жас ұрпақты имандылыққа, адамгершілікке, ғылым білім үйренуге шақырды.